Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін әдебиеттік оқудан 70-ші сабақ. Бүгінгі тақырып құлыншағым құлдырап. Бүгінгі сабақта сырт бейнені сипаттайсың, көркем сөздерді қолданасың. Бірінші тапсырма мақал мәтелдердің мағынасын біл. Тұяқ тайға жеткізер, тай құнанға жеткізер, құнан атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер. Тұлпар ер қанаты. Жылқы баласы сүйкімді әрі жүйрік болып келеді. Жылқы жасына қарай құлын, тай, құнан, дөнен, айғар деп аталады. Жылқы адамдардың алыс жолдарын жақындату үшін көлік құралы ретінде пайдаланған. Тұлпар ер жігіттің серігі. Екінші тапсырма халық шығармасын түсініп оқы. Торы құлын, жағы қалақтай, мойны садақтай, төбелі жұлдыздай, жүні құндыздай. Жалы жібектей, саны білектей, көзі моншақтай, өзі жұп-жұмыр, құйрығы шашақтай, ерні жып-жымыр, дауысы шіп-шіңгір, басы құп-құлдыр, жұтынып жүруші еді, бұлтиып тұрушы еді, далаға шығып ап, құйрығын тігіп ап, асырды салар еді, айнала шабар еді. Теңеу басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Теңеу дай, дей, тай, тей жұрнақтары немесе тәрізді, секілді, сияқты тағы басқа сөздер арқылы жасалады. Үшінші тапсырма құлынның суретіне зер сал. Мәтіндегі теңеулерді пайдаланып торы құлынды сипаттап жаз. Басы құп-құлдыр, көзі моншақтай, ерні жып-жұмыр, жағы қалақтай, мойны садақтай, жалы жібектей, саны білектей, құйрығы шашақтай, денесі жып-жұмыр. Теңеулердің мағынасын түсіндір дейді балалар. Бұл жерде торы құлынның болмысына сипаттама айтылған. Мысалы, көздерін моншаққа, құйрығын шашаққа теңеген. Келесі төртінші тапсырма жылқының пайдасы туралы әңгімеле. Жылқы алыс жолды жақындататын көлік. Жылқының еті пайдалы. Қазы мен қартасы қазақтың ұлттық тағамы. Қымызы емдік қасиетке ие екен балалар. Соңғы бесінші тапсырма сен досыңа сыйлық алдың, оны сипаттап айт. Мен досыма ағаштан жасалған жылқының мүсінін сыйладым. Оның түсі қоңыр, құйрығы ұзын.